Ananı köresen mi? Ananı görüyorsan Mahmut'tan janda ne konuşmasın? Sırada boz. Hayırlı kеш оқырман. Ақбота мен Шерхан не болса да қосылып қалар деген үміттеміз. Себебі қанша ортада ортақ нәрсе бар, көріспейін десе де көрісіп қалады ғой. Кеше болса бұрынғы қатысушылармен бір ортақ кездесу болды. Эдуарданың туған күні болып, Шерхан мен Бота екеуі сол кеште болды. Араларында бір алып ұшқан ештеңе көрмедік. Бірақ та камераға түспегені қаншама. Араларында не бар? Шерхан әдейі келді ме артынан? Қалай ойлайсыздар? Ой, мынау сен салайын деп жатқан ғой. Қандай күшті. Қазір орнынан тұрайыншы. Ой. Мына жақта тұрып жатыр. Және де Ақерке мен Сержан да бірге отыр. Олардың да қосылуы бір талай секілді. Мына жақта бір хит кісі отыр ғой, мына жақта. Қарамай беріңші. Қызық. Ал Айгүл мен Шерханның кездесуі тоқтатылды. Экс-күйеуі келгесін бе, Шерханның Ботаға сезімі оянғасын ба? Айгүл өзі болса қыдырып тауда жүр жалғыз. Кездесулері аз болып кеткені анық. Және де Айгүлдің Асылжанға деген сезімі қайта оянып кететін секілді. Сол жайлы айтса бір жымиып күліп қалатынын көрдік TikTok эфирлерде. Айгүлге болса сұрақтар келген болатын Instagram желісінде. Шерхан жалпы жігіт ретінде ұнатасың ба деген. Айгүлдің жауабы болса, Шерхан ұнау үшін жігіт біраз тырысу керек. Мені таңдады екен деп бірден ығына жығылмайды екенмін деді. Пікірлерге көшейік әдеттегідей. Шерхан жеңілтек, сезімі тез өзгеріп тұратын жігіт сыма. Дұрыс білімі де, жұмысы да жоқ. Қосылайық жабылғанша келе. Беретін өзінің бағасын жоғары бағалайтын, түпке тұрмайтын жігіт. Шерхан, сен бақытты болуға лайықтысың, бақыт болу өз қолында. Айгүл екеуін өте әдемі жұп болып тұрсыңдар. Тек Шерхан өз жүрегіңді, ананды тыңда. Айгүл өте жақсы қыз, түсінігі мол. Сондықтан Айгүлді бағала, жұптық ұсыныс жаса. Айгүл, сен өте ақылды қыздың. Сенде жүрегіңді тыңда, өзіңе екі балаңа бақыт сыйла. Шерхан сені бақытты өтеді, ол жақсы, қарапайым бала. Бұл сенің бақытын ел алдында отырсын, екеуінде бақытқа лайықтысыңдар. Мен сендерге бақытты жұп болуларыңды тілеймін. Шерханға сенім жоқ, отыр мыңқылдап Бота жүрегінде деп өзі де білмейді. Бота түйе сияқты Шерханды аяғымен бір жамбаспен басып жіберсе, сонда көреді, қозғала да алмайды дейді оқырмандар.